Барлығыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге ағылшын тіліндегі жіктік есімдіктері туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Ағылшын тілінде жіктік есімдіктерін subject pronouns және object pronouns деп екіге бөліп қарастырады. Subject pronouns дегеніміз зат есімнің рөлін атқаратын есімдіктер, ал object pronouns дегеніміз толықтауыштың рөлін атқаратын есімдіктер болып табылады. Ең алдымен бастауыштың қызметін атқаратын есімдіктерді атап өтейін. Бірінші I, мен, you. You деген есімдік сен деп те, сіз деп те қолданыла береді. He дегеніміз ұлға, ол деп айтқанда қолданылады. Ал she дегеніміз қызға, ол деп айтқанда қолданылады. It дегеніміз жануарларға немесе жансыз заттарға, ол деп айтқанда қолданылады. Бұл айтқандарымның барлығы жекеше түрдегі бастауыш қызметін атқаратын есімдіктер болып табылады. Ал енді жекеше түрдегі бастауыштың рөлін атқаратын көпше түрдегі зат есімдерге тоқталайық. We дегеніміз біз, you дегеніміз сендер және сіздер, they дегеніміз олар деген мағынаны білдіреді. Ал енді object pronouns туралы айтып өтейін. Жекеше түрдегі толықтауыштың қызметін атқаратын есімдіктерге мына сөздер жатады. Me, маған, мені, you, саған, сізге, сені, сізді. Him, оған, оны, ұлға байланысты айтылады. Her, оған, оны, қызға байланысты айтылады. It, оған, оны, жануарларға және заттарға байланысты айтылады. Ал көпше түрде толықтауыш рөлін атқаратын есімдіктерге мына сөздер жатады. Аз, бізге, бізді, you, сендерге, сендерді, сіздерге, сіздерді, them, оларға және оларды деген мағынаны білдіреді. Ал енді мына тапсырманы орындап көрейік. Видеоны дәл осы жерден тоқтатып, осы тапсырмаларды өз бетіңізбен орындап көріңіз. Мұнда бірінші мысал берілген, сіздерге оқып өтейін. Mandy and I are in the classroom. Mandy and I болғандықтан біз көпше түрде есімдікті қолданамыз. We are in the classroom. Біз сынып бөлмесіндеміз деп аударылады. Дәл осы секілді қалған тапсырмаларды да өз бетіңізбен орындап көріңіз. Ал мен осы тапсырмалардың жауаптарымен бөлісейін. Бұл тапсырма subject pronounға байланысты берілген тапсырма болатын. Ал енді object pronounға байланысты тапсырмамен танысайық. Бірінші мысалда үлгі көрсетілген. Mark sings to Jane. Mark Джейнге ән айтты. Мұны біз есімдік ретінде ауыстыруымыз керек. He sings to her. Ол оған ән айтты деген мағынаны білдіреді. Келесі мысал. Jane loves Mark. Jane Маркты ұнатады. Яғни біз бұл сөйлемді ол оны ұнатады деп айтуымыз керек. Jane дегеніміз қыз болғандықтан she деп бастаймыз. She loves him. Him дегеніміз оны деп аударылады. Ол оны ұнатады. Him дегеніміз ұлға байланысты айтылып тұр. Ал енді дәл осылай өз бетіңізбен төмендегі тапсырманы видеоны тоқтатып орындап көріңіз. Мен содан соң жауаптармен бөлісемін. Ал енді жауаптармен таныс болыңыз. Tom likes ice cream. Том балмұздақты ұнатады. Ол оны ұнатады деп айтуымыз керек. Сондықтан да біз оны былай айтамыз. He likes it. He дегеніміз ұлға байланысты ол деп айтылады, және оны деп айту үшін it деген есімдікті қолданамыз. Келесі сөйлем Look at Gary and Jason. Оларға қара деп айтуымыз керек. Look at them, яғни them дегеніміз оларға деген мағынаны білдіріп тұр. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.